Достар, баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге өте жеңіл, дәмді болып шығатын, барлықтарыңызға ұнайтын қаймақты пирогтың рецептісін ұсынамын. Жұмыртқамызға қантымызды саламыз. Және осында еріп тұрған сары майды алыңыздар. Сонда қамырымыз бір келкі әдемі болып шығатын болады. Ұнға қопсытқышты салып, араластырып, оны жұмыртқалы массамызға саламыз. Сосын әдемі етіп жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ әдемі болып шықты. Оны салмасы дайын болғанша бетін жауып алып қоямыз. Кез келген дүкеннің қаймағына шекер саламыз, жұмыртқа саламыз, ванилин саламыз. Кукурузный крахмал саламыз. Кукурузный крахмалды картопты крахмалмен алмастыруға болмайды, қыздар. Бір келкі масса етіп, ешқандай түйіршіктері қалмайтындай араластырамыз. Қамырды табаға пергамент қағазын салып, кольцоға жайғастырып аламыз. Қамыр жұмыс істеуге өте ыңғайлы, әдемі қамыр болып шығады. Осылай шанышқымен шаншып алатын болса, қамырымыз піскен кезде бір келкі болып пісетін болады. Қамырға барлық салмамызды салып аламыз. Және қышқылтым дәм беру үшін мен осындай мұздатылған жидектерді қостым. Пешімізді 140-150 градуста қыздырып, пирогымызды 1 сағатқа пісіреміз. Менде әсел пеш болғандықтан осылай 20-25 минутын жақсылап көтеріліп алғанша фольгада пісіретін боламын. Және бұның тағы бір плюсы, ешқандай беті жарылмай, трещиналарсыз пісетін болады. Қыздар, бұл бірінші рет пирог жасап жатқан қыздарға да ұқсап шығатын пирогтардың бірі. Барлықтарыңызға жасап көруді ұсынамын. Пирог өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет.